Малайзияда алыстан қарағанда адам бас сүйегіне ұқсайтын кішкентай бір арал бар. Аңызға сенсек, шамамен 100 жыл бұрын бұл аралдағы ауылдың барлық тұрғындары бір түнде із-түзсіз жоғалып кеткен. Содан бері ол жерге баруға ешкімнің батылы жетпеген. Бір күні бір топ жастар бәстесіп, егер сол аралда бір том қонса, $5000 ұтып алатын болып келіседі. Бірақ оларды алда қандай сұмдық күтіп тұрғанын білген жоқ. Аралға жеткенде бір қыз әдемі құсты көріп, соның артынан орманға кіріп кетеді. Оның қауіпсіздігіне алаңдаған өзгелер де соңынан ерді. Орманның ішінен олар қараусыз қалған. Бір көргеннен-ақ суық әсер қалдыратын ауылды табады. Ауылдың кіреберісі жуан троспен бекітіліп тасталған. Бұл адамдарды ішке кірмеуге ескерткендей еді. Алайда бір батыл жігіт оған сенбей тросты жұлып тастайды. Ештеңе болмаған соң қалғандар да ауылға кірді. Соңында келе жатқан Кэттің жүрегін бір түсініксіз мазасыздық биледі. Ол кішкентайынан өзгеше болатын. Кейде көзге көрінбейтін, түсініксіз нәрселерді сезе алатын. Аспан қарая бастағанда олар бір үй тауып, ішін аздап тазалап, түнді сол жерде өткізуге шешім қабылдайды. Басында бәрі тыныш еді, бәрі де тез ұйықтап кетеді. Алайда түн ортасында есік сықырлап ашылып, орман ішінен әлсіз, зарлы жылаған дыбыс естілді. Сол дыбыстан Кэт оянып кетіп, оның қайдан шығып жатқанын білмек болып орнынан тұрды. Сол сәтте ол қорқынышты көрініске тап болады.